and get $1 out of me. This that pink, this that pink, this that pink, this that. Straight to your top like Give me on the phone, don't need you more like I'm so rockin' around. Give me on the phone, not to stop, stop, drop. I bring the pain like Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, qimmatli kulki shaydalari. Xo'sh kelibsizlar. Qimmatli kulki shaydalari, qimmatli do'stlar, qimmatli zaman vaslar deydi-ku. Negizi bizlar bazar qimmatsa quvonamiz. Sebebi bazar qimmat degan so'z жаңа жыл bayrami keldi degan so'z. Bayram qutlug' bo'lsin. Xo'sh kelibsizlar. Енді біз сондай сенетін халықпыз, базар қымбатса, я байрам келатыр, я болмаса айлық көтерілді деп сенеміз да. Біз сондай сенгенбіз, бір сенгіште бір үшкірсуде рас екен деп қоямыз да. Мүмкін аллергиясы бар шығар демен да, мен да. Сөйт құлағымыз шыңылдаса да, өзіміздің құлағымыз ғой, бірақ біреуден сұраймыз да, қайсы құлағым шыңылдады деп, сөйтіп оламын деп, кеуілің үшін оң құлағың деп айтады, сөйтіп ішімізден довольны болып қоямыз, біреу мені мақтап жатыр деп та. Сондай сенгіш халықпыз, сағат 6-та деп айтылған концертке 6:30-да басталатынын біліп жаңа келіп жатырмыз да, өздерімізден. Сондай тойға барсақ 12-де деп айтса 1-де барамыз ғой, әмеміз. Сондай сенгіш халықпыз, 300 адамлық тойханаға біз ровно 300 үйге тойға айттырамыз да. Біз білеміз, бір үйден 2 адам келеді, біреу баласын ертіп келеді, бірақ бір үйден келе алмай қалады, мындай қылып та, метанның очеретіндегілер деп. Сонымен орнына түсіп кететініне сенеміз. Құласа, сіздердің шапалақ ұрайын деп тұрғаныңызға сеніп тұрмын. Байрам құтты болсын. Қош келіпсіздер. Рахмет. Рахмет. Бүгін сондай бір ажайып күн, 23 декабрь, 2023 жылдың үрметіне, 23-нен басылайық деп ниет қылдық. Негізі азыр адам күлдіру аңсат емес, әсіресе кредит барларда. Енді білесіз ғой оны. Кредит әмеде, почти әмеде кредит бар. Бір залдың светін жақ жүрсек қалай болады? Кім келді, күлкім келді концертіне, кім келді, кім келмеді біліп отырайық та, залдың светі жағылса егер да. Кімде кредит жоқ, бір қол көтереміз. Қоя ғой, сіздерде кредит жоқ па точно? Нормальный адамлардың бәрінде бар ғой деймін кредит. Неге кредит жоқ? Кепіл табылмаған шығарсыз. Кредит керек емес? Кредит, нормальный адамлардың бәрінде кредит бар негізі. Просто мен нормальный деп атпан. Значит, кредит жоқ болса, сіздер нормадан жоғардасыз, сіздер бір қуануыңыз керек. Сіздерді мақтап атпан, бір шапалақ ұратын жеріңіз бар негізі. Ой, рахмет. Негізі кредит мен өзіме де онша ұнамайды. Мен бір рет кредит алдым болған. Кейін онша ұнамады. Енді қайт кредит алмайман дедім. Кейін сол бірінші кредит жау үшін бір кредит алуға мәжбүр болдым. Кейін үйреніп кетсең ғой, жаңа кредит сіреп, кредит жауып болғаннан кейін біртүрлі болып жүресің, біртүрлі болып жүресің да, бір кредит талап етіп тұра ма, организм деймін да. Растан. Енді кімнің нағыз хақиқи дос екенін кепіл іздеген уақытта білесің ал. Тұрса? Сонша істеп жүрген адам кепіл болмай қалады. Ой, рахмет. Рахмет. Расында кредит әмеде бар ғой, кредит бар, контрактпен оқып отқандар бар ғой. Солардың бәрін ұмытып, бір 2 сағатқа күлуге уақыт тауып келгендер үшін рахмет. Демек, Нүксат сондай рожаланып жатыр, сарайлар көбейіп жатыр, не деген сарайлар? Алтын сарай, карван сарай, және қандай сұлтан сарай, шоқ сарай, және бір сарай көп қой. Солардың ішінде ең маған ұнайтыны Қарақалпақстан көркем өнер сарайы. Қош келдіңіздер. Рахмет.
залда кім барын көрмей тұрып айта берсең бір түрлі екен. Мына енді қосқыштарға арналған ау деймін, андай светомузыкалар. Енді егер кейінгі уақытлар айтады да, Юмірбек, сенің әзілдерің бір уақалап күлетін әзіл айтпайсыз, бір действительно Россия деген әзілдерді көбісі бізге Россия деп қояды. Егер сондай бір ақыллы сөздерді айтып бастасам, бір шапалақ ұрсаңыз түсінемін, кейін анекдотқа өтемін да өзіме. Рахмет. Енді қазір өзгерістер асыры, жаңа айтып жатырмыз ғой, сарайлар, қаламыз сондай өзгеріп кетті. Енді көркемөнер сарайы дегенге көп адам үйренісе алмай жатыр да, қайсы деп айтады, бұрынғы Бердақ кинотеатр деп айтамыз. Өзі бізде театрлардың бәрінің бұрынғы аты бар да. Бердақ театры десе қайсы, бұрынғы Станиславский деп айтамыз. Қуршақ театр бұрынғы Түркістан. Хаммесінің бұрынғы аты бар. Көшелер даже бар ғой. Мысалы, Күйбішев деген көшені атын өзгерткен ғой, бірақ бұрынғы Күйбішев болып өзгеріп кеткен да оның атын. Қазіргі атын ешкім білмейді дейді. Мысалы, мен жасап жатқан, біздердің жасап жатқан көшеміздің өзі 3 рет өзгерді. Әрбір өзгерсе көше өзгере береді біздерде. Білесіз бе? Мысалы, Қоңыратский көше деп басталған біздердің көше, кейін Есенбаев көшесі болды, кейін жақында және өзгерді. Таң жұлдызы екен. Өзі Таң жұлдызы деген көшенің аты өзі 2 рет айтылды, Таң жұлдызы деген сөз. Біріншісі көшенің атын қойып жатқан уақытта, екіншісі жаңа мен айттым сахнада да. Өзі сондай өзгерістер негізі мода қуалап баратпыз ба деп ойлаймын. Мода деген сөздің өзі хит болып өзгерді. Кейін хит деген сөз модадан қалып қойды, тренд деген шықты. Қазір тренд деген сөз мода. Значит, мода қайтып келіп жатыр. Мода деген сөз айтылып жатыр да. Қазір трендте тіреліп тұрған хит жаңалық Катар 22, Мессидің несібесі, мен айтып жатқанда, сол тап бір өзіміздің команда ұтқандай болып бір қуандық қой Мессиге, бар ма Аргентинаның болельщиктері бар ма? Ой, расам өзіміз ұтқандай болып деймін да. Енді сол футбол себеп телевизор көрдік әйтеуір, бір ай давамында телевизордың шаңы сыпырылып қалды. Балажан көрілмейтін болды футболдың уақытында. Негізі Қатарға бара алмай қалды, Қатардан ілесе алмай қалдық деп еш қапа болмаң. Енді біздердің футболисттер ақ көкірек қой, енді адам алдай алмайды. Содан қап қойған шығар енді. Бірақ бәрібір Қатар дегеннен келіп шығады. Сіз залда отырғандардың ешқайсысы Қатардағылардан кем емес, себебі бірінші қатарда отырсыз ғой сіздер, екінші қатар, үшінші қатар, ең соңында 21-ші қатармен тауысады екен да. Демек, Қатар 22 сіздерден ізде негіз бар ғой. Қатар, сол Қатардың алды бол деген сол сіздер негізі. Қош келіпсіздер. Рахмет. Енді футболды көріп отырып, Криштиану Роналдо менен Мессиді әмме жақсы көреді, себебі олар жақсы алдайды да. Қазір заман өзі сондай болып кетті. Кім жақсы алдайтын болса, соны жақсы көретін болды қазір бар ғой. Растан, мен ойлаймын, Катарға негізі сборный депутаттар жіберу керек деп ойлаймын да мен. Алдау бойынша алдын адам самайды. Біздердің футболисттер ақ көкірек қой деймін да, тек бір-бірін алдай береді болған. Ол не баратпан, қазір ауырып тұрып ем, тренеріне ендігі рет жақсылап ойнаймыз деп та. Негізі Растанам, сол футбол себеп телевизор көретін болдық. Негізі білесіз бе, телевизор хамеміздің уақытымыз алады екен. Күлкі өмірді ұзайтса, телевизор өмірді қысқартады екен. Англия университетінің ілімпаздарын айтуына қарағанда 1 сағат телевизор көрген адам өмірі 1 сағатқа қысқарады екен. Сол көрген уақытына кетеді да енді. Енді кейінгі уақытлар не үшін адамдар телевизор көрмейді? Себебі телевизорға лайк баса алмаймыз біздер, лайк баса алмайсың, поделиться қыла алмайсың, комментарий жаза алмайсың. Мен ықыласпен тілерім бар ғой, мынау кішкентайлар үшін келдіңіз ғой, негізі сіздер, өздеріңіз емес. Рахмет, сол балажанларым сау болсын, рахмет. Рахмет. Сол телевизор тек балаларға керек қой, балажанларға. Енді телевизор не үшін кейінгі уақытлар бір айтады? Неге біздің Қарақалпақ телеканалы баяғыдай мұндай юмор передачалар шығармайды дейді? Мен айтамын, Қарақалпақстан телеканалы өз тұрысы мен юмор. Білесіз бе? Азында тұрдың ба? Ассалам Қарақалпақстан. Ұйықтап қалдың ба? Түсте ояндың ба? Ассалам Қарақалпақстан. Кеште ояндың ба? Ассалам Қарақалпақстан деп айтуға ұялып тұрды просто. Соның үшін кеште хабар береміз. Тіл үйрену үшін репетиторға қатынау шарт емес. Хабар бағдарламасы өзбек тілінде, орыс тілінде, қарақалпақ тілінде, даже бар ғой, англичан тілінде шықпаса еді. Кейін онша қате сөйлеп қойды ғой мен, excuse me деп.
Құласа хабар бағдарламасы бар ғой, басталған уақытта бір дүнияның жаңалығын айтып тастайтын деп бастайды ғой, білесіз бе? Сондай бір музыкамен бастайды, бір қатыратындай қылды да, жаңа біздің концерттің басталғандай. Сөйтіп қарасаң, сол баяғы диқанлар егіске даярланып жатыр. Кейін қауша тәрбиесі бар, одан кейін жиын терім басқа тыныштық қой біздің ауыл, Құдайға шүкір. Не жаңалық тата, жаңалық жоқ. Басам. Енді хабар бағдарламасында ғана күнде шыға беретін өз фермерлер болады, білесіз бе? Әр районда, районға кірген жерде бір екі фермер болады. Сол комиссияларды күтіп алатын фермерлер де болады, жерлері. Білесіз ғой, бірінші болып егілетін атыз не әр жылы? Ең кей болып терілетін. Солар өзі интервью беретін фермерлер де, активист фермерлер. Олардан жаңа журналистерден сауатты ол фермерлер бар ғой. Сондай қарарлардың, пармалардың бәрін ерлап алған фермерлер де оларды. Енді олардың атызларына егілетін пақтаңын сортам бір отдельный болады ау деймін, негізі деп шөллеп тұрған болса, ана камера кеткен болса деңкіреп тұрады екен, жаңа пақталар бар ғой. Сондай арнаулы сортлар бар. Одан кейін жаңа фермерім өзі Албырайым мен құсап, ана фермердің тайлап тұрған сөздерін журналист сұрақ қылып беріп қояды да жаңа. Неке Қошқарбайға өз 95 жыл фермерлік ашқан екенсіз, 30 адам жұмыспен тәмінлегенсіз, 200 гектар жеріңіз бар екен, енді ұстар хақында айтып берің дейді ғой. Енді отырыспаларда болады ғой, ең кейін болып тосып келсе, не айтарын білмей қалсаң ғой жаңа. Сондай фермерлер мен не деймін, сен күнмен айтылғаларға қосыламыз деп айтайын десе әлі жоқ шығар енді. Сонымен фермерлерім жаңа болт табылады, алдыңғы механизаторлар деген сөздерді айландырып, былай жаңағы нақпылда сақсын беріп атып, 3 мезгіл сауқат деп қоятын. Мен көріп отырып, әуесіздімен біздер тойлап жүріп, біз 3 мезгіл сауқат жемейміз ғой біздер. Фермердің қолына істеген кеп кетеді бар ғой, тойды жинастырып қойып бәрін. Кейін, одан кейін қыстың күні фермерлер демалады, журналистер не көрсетеді? Біздер жиналуға шеберміз ғой, біздер еман жиналып қоямыз да, біздер наркоманияға қарсы жиналамыз, біздер діни экстремизмге қарсы біздер сөйде отырып жиналсақ, Афганистан тынышталып қалатындай как будто. Біз сондай жиналып емес, алдын алу бойынша чемпионбыз ғой біздер жаңа. Коррупция алдын аламыз, ерте тұрмыс құрудың алдын аламыз, құласы. Сондай жиналуға шеберміз. Мен ойлаймын, жастарымыз жаман ілеттерге беріліп кетпеу үшін жиналыстардың санын елде көбейту керек. Бас. Сондай түске шегем 3 жиналыс, түстен кейін 4 жиналыс болса, жастардың қол тимей қалады да, жаман ілетпен шұғылдануға да. Кейін мынандай бір жиналыстар бар да, өрт қауіпсіздігінің бір айлығы болып жатыр, 15 ноябрь, 15 декабрь, белсене қатынасайық деп қояды да. Қалай ойланып көрші, қалай белсене қатынасамыз? Шырпын жағып өшіп тастаймыз ба, білмеймін енді. Қайдам енді өздеріне ұнайтын шығар да, енді дұрыс шығар. Я маған сондай көрініп отпа. Одан кейін бір мекеме ашылса біздер, енді соның өзі хабарда бар ғой, бір 2 күн передача болады. Бірінші сыртын жақсылап бітіріп алады зданиенің, кейін лентасын қияды, одан кейін ішіне кіріп, ішлерін сыбап бастайды да. Біз алдында жүретін халықпыз. Алдын лентасын қиып аламыз, одан кейін барып ішіне істеп бастайтын халықпыз да. Одан кейін хабарда кейінгі уақытлары абайласаңыз, еман халықтың жағдайынан қаттыға хабар алғыш жатыр да, бір жаңағы мехрибанлық акциясы өтіп жатыр. Жақсы, әжайып, бірақ мен айтамын да, енді қайырқомлықты негіз жария қылу шарт емес шығар деймін да, өзі ұялып, кем тәмеленген ғой, енді қысынып, неғып жүрген адам, он барып камерамен түсіріп, мынау кем тәмеленген деп бүткіл дүнияға көрсетеміз ғой. Бішара ұялатын шығар енді оған деп. Бірақ енді кем тәмеленгендерге беріп атқан затларды қарап тұрып, біздің үйде ондай зат жоқ та, енді нормально болып кететін шығар деп ойлаймын да. Енді темір дәптер деген бар, одан кейін аял қыздар дәптер деген шықты жақында, жастар дәптер. Бәрін қосып негізі общий дәптер деп қою керек па деп ойлаймын да. Негізі. Енді хабардың ізбетінде хауа райы, мен еддан айтып бере аламын, хауа райын күн алағат бұлтты болады. Жауын-шашын күтілмейді деген, мен есі что жауып кетуі мүмкін деген басына шығып қойып жатыр да. Одан кейін самаларымыз сондай тұрақлы арқа батыстан есет болған 7-12 метр тезлікте. Мына радарға түсіп қалмайық дейтін шығар олар, астен 7-12 метр болады нормально. Тұрмыса радар бар алдында деп та. Сондай хабарды құласы мындай күліп қоймай көру үшін бір Қарақалпақша түсінбеу керек шығар, мысалы сөгініп қоймай көру үшін деймін да. Сондай. Одан кейін біздің Қарақалпақстан телеканалы қар жауса,
өз алдына бір передач болады да. Азыр қарам жауап бермейтін болып кетті ғой. Қар жауса сондай бір передач. Өлкемізде қыс дейді да. Сөйтіп бір майдан музыка шертіп алады. Әйтеуір күн суытып кетті. Қайсы маусым деп жүрсек қыс екен ғой деп та. Жақсы ғой енді әйтеуір халыққа білдіріп жатыр одан кейін. Атарап аппақ қарға төселген дейді да. Айттым саған кейбірдей білсең қар деп айттым деп мен келіншегім айтыпты. Телевизор айтпаса білмейміз ғой енді қар екенін. Мен айтамын дальше ізін бөлттіру керек негізі бар ғой. Қар аспаннан түседі деп. Ол негізі химиялық құрамы судан ібарат. Ол ерсе суға айланады деп айту керек негізі бар ғой. Неге қысса қар жауса передач қылып шығарады да, неге жазда күн ысса оны өлкемізде жаз деп айтпайды неге? Бұл нормальный зат қой күн ысса деп. Құласа, соның үшін мен ойлаймын, Қарақалпақстан телеканалы юмор передач соның үшін шығармайды. Соның үшін келіп отырған операторларымыз бар. Бір шапалақ қошеметтер болса. Аз негізі адамлар екіге бөлінеді. Біреуі камераға түсіретілер, екіншісі түсетіғылар негізі бар ғой. Hamma жерде бұрын камераға түсуді қалайтын ек, қазір камерадан қашып жүреміз hamamыз, сондай заман болды. Құласа біз давам етеміз. Енді жаңа жыл деп жатырмыз ғой. Негізі Аязда депутатқа ұсайды екен. Тек байрамның уақытында келеді. Сөйт біздер оған сенбесек әйтеуір бір үміт етіп тілектерімізді айтамыз. Болды деп орылайды деп уәде беріп кетеді. Негізі Аязда депутат екеуі бір-біріне ұсайды. Енді мен Аязда жас үлкен ғой, енді 2023 жасқа толайын деп тұрды. Демек, бірінші мейманымыз, концертіміздің бірінші мейманы. Қазір ортаға сондай жас үлкен ұстазымыз бар. Бір сөзбен айтқанда, просто ат фамилиясының өзі біздің Қарақалпақ халық үшін үлкен белгілі. Оған жаңағыдай мемлекеттік атақларымен бәрін дізіп айта бермей-ақ қояйын. Қарақалпақстан халық артисті, халықтың артисті Дәлбай Мәмбетмұрат ұстаз. Мархамат. Дәлбай. Uçrashudan daçlık izlerinden kalmadım. İbiminin sözüne asla kulak salmadım. Kıyalsınım özetip dünya yüzün şarladım. Vediyetip özüne talay seni aldadım. Şaşlık armanın şege olmazlığın anladım. Keşir canım ben seni baktlı yete almadım. Şaşlık armanın şege olmazlığın anladım. Keşir canım ben seni baktlı yete almadım. Kevelim aydaydı, hemmesi şaydaydı. Tutkan askar şımlardı, kulturgan jaydaydı. Жұлдызым жайнап жанды, көркіңе мейірім қанды. Шамшырақ гауһарларың өмірге безеу салды. Maqsad etmedim yana, tabıslardan kalmadım. Keşir canım ben seni baktlı yete almadım. Maqsad etmedim yana, tabıslardan kalmadım. Keşir canım ben seni baktlı yete almadım.
Taş eken demez bekin, kevulge gelmez bekin. Aldından bilgenimde gamın enjemez bedim. Ermansız dünya barma, kenge ken targa tarma. Didarga toyu sıra, bolgan bağ nesep yarga. Barlık kısmette jengep, teklenip duralmadım. Keşir canım ben seni, baktlı yete almadım. Barlık kısmette jengep, teklenip duralmadım. Keşir canım ben seni, baktlı yete almadım. Assalamu alaikum aziz dostlar. Assalamu alaikum бүгінгі posық сүйетуін, күлкі сүйетуін, әзілді жақсы көретуін. Aziz бүгінгі класспендлер. Мақсет әбжерілеп Мен ғой. бұлынды. Барсың ба? Саламат болсын. Мен сразу концертке бірінші болып дәл байған, мейман қылғаннан түсінген шығар, жасым 40-тан өтіп отырғанын дейді ғой. Ана, молодежь емес та, соның үшін ұстаз, ізіңіз басып кетіпсіз. Рахмет. Өмірбек болып ат шығару, бір келата елді аузына қарату, оған ұжбатлы сөздер тауып, әзіл сөздер тауып беріп, ордан көрілмайды. Соның үшін мен әуесім келеді бір оқылары сөзгетке. Мен тауырақ сөзді айтқым келеді. Бірақ енді бір жағына ұсалым кетеміз, қарап қарап. Менің жасыма бір мақтатып мендей болады. Соның үшін туылған күні бір қол шапатлаймыз әзір. О, дәл өзімім негізі ұмытып кетуім деп айтады. Рахмет. Жасыңа жас қосылсын. Халқымыздың алдында, ағайын туысқандарының алдында, перзенттерінің алдында, бәсе достарының алдында аман болғайсың. Табыстар. Мәнсүліміз ақ болсын. Саламат болсын, рахмет. Халықтың артисті, ұстаз қосықшы Дәлібай Мамбетмұрат. Бір қошеметі. Рахмет, давам етеміз. Енді әзір жастар бап қосықларға бір нәубет беріп аламыз да, онан кейін әзілеріміз давам етеді. Ендігі мейманымыз арнаулы сіздер үшін Ташкенттен келіп отырды. Ташкент болғанда студент Ташкентте. Бір-екі күн бұрын қайтып кетеді ғой студенттер, сондай ертелеу қайтқан ауылға дейді ғой. Эстрадамыздың ажайып таланты Тимур Нұраддинов. Бір шапалақ қошеметі. Рахмет. Ассаламу алейкум. Бәлкім мен енді өмірімде қала алмаспын. Маған керек емес мұхаббат, жалғанлар араласқан. Көргім келер бірақ сені, жүрегім түсінбейді мені. Жаныңа қайта алмаспан, жаныңа қайта алмаспан. Сағынады жүрегім, миллион гүлдер тұтсам деп едім. Бірақ оны сен сезбедің. Sen onu sezmedin. Sağınadı yüreğim. Milyon güller tutsam demedim. Bırak onu sen sezmedin. Sen onu sezmedin. Karakül gibi yap götürüm oturalım. Endi sol qaravlarim men uchun armon bo'ldi.
Sensiz ömür yok mağan Digellerim жалған болды Her günü şollarında kütüp Sağınışlarımdı işke jutup Жүргенім жаман болды Жүргенім жаман болды Sağınadı жүрегім Milyon milyon güller tutsam деп едім Бірақ оны sen sezbedin Sen onu sezbedin Sağınadı жүрегім Milyon milyon güller tutsam деп едім Бірақ оны sen sezbedin Sen onu sezbedin Sağınadı жүрегім Milyon milyon güller tutsam деп едім Бірақ оны sen sezbedin Sen onu sezbedin Sağınadı жүрегім Milyon milyon güller tutsam деп едім Бірақ оны sen sezbedin Sen onu sezbedin Рахмет, сау болың. Тимур Нұраденов. Дұрыс қой, иә? Дұрыс. Рахмет. Саламат болыңыз. Рахмет, табыстар. Туғаныңыз бен аға. Өмір жасыңыз ұзақ болсын. Осы ықыласпендеріңіздің алдында, осы ағайын туғанлардың алдында сау саламат болың. Енді подарка үйде қалып қойды аға, бүгін білмей қалым туғаныңыз болады. Болмайды, ондай деп қойды. Сіз тілек айтып жатқан уақытта қолын деп кетіп отыр да жаңағыдай. Рахмет, саламат болсын. Енді бұлан бір шығымсыздықтың бір түрі шығар, иә, туған күнде қашып концерт беріп, адамдарға билет тарқатып, иә, таныстарына. Залдың светін жағып жібереміз, бір көріп, күлкім келді, кім келді, аз барлаймыз. Апа келген екен, апа рахмет, ап келген екенсіз, главный адам. Енді Құдайға шүкір, қазір елімізде той көп. Себеп той көп болсын деген тілек орындалып жатыр негізі. Той көп болсын деген тілекті өзгерту керек енді бар ғой. Ілайым орныменен той болсын деп айту керек негізі. Соған келді әз. Той көп болсын дегенге тойдың түрі көбейіп жатыр да, жаңағы мектепке барса той беретін болды ғой қазір бар ғой. Балаларым үйренген уже, оқымайды той бермесең. Бүйтіп ауыз папкідей болып бізде бара берген екенбіз ғой деймін да, біздер айтымын да. Мына отырғанның біреуіне той берілген жоқ қой негізі. Кен вузға оқуға кіріп кетсе шашу той береді. Мен қазір мақтанып айтайын, біздер бюджетпен оқыдық қой, жаңағы папа демейміз, біз аға деп айтамыз, қаланың жігіттері үшін айтайын. Аға оқуға кірдім деп оқыта, ой, молодец, мен маллардың суын көріп жібердім, жылыстырып деп жіберді ғой. Той деймін да, әзір балалар жаңағы шашу той дейді ғой, той оқуға кірген, контракт болса да той беріп жатыр. Мен ұсыбасы жығылса да той беретін шығар енді бар ғой. Просто ішіп той беріп жатыр да жаңағы. Шашу той деп айтады да, бірақ список қойып жинап ала береді ғой. Той көп болсын дегенге тойдың түрі көбейді. Енді юбилейдің түрі көбейді. Бұрын енді жұмыстан пенсияға кетіп бара жатыр, бір 60 жылдық юбилей беретін болса, қазір 50 жылдық юбилей, 40 жылдық юбилей деген бар, ал хит болып тұр қазір бар ғой. Тренд деп қоятын жастар үшін. 40 жылдық юбилей негізі қорқақ той ол. Біреу жүрмейді ол. Я жай той қосылады, емаса сүннет той қосылады оңғысына. Болса рахмет. Сөйтіп біреу бастап беру керек қой, негізі шапалақ ұрып. Одан кейін той көп болсын дегенге годик деген той шықты алып. Годикті негізі келінер ойлап тапқан. Апа, айтайын ба не үшін? Өзіңізден болған апа. Ана бала үйленіп жатқан уақытта мен ұлым, келін емес қызым деп қабыл етемен дегеннен кетті уже бар ғой, флагты алды олар бар ғой. Орамалды лақтырды. Ене деген жоқ, мам деп сөйлейтін болды уже, мам деп. Сөйтіп бір балам туып болғаннан кейін deyip дастарханның басында отырып, жаман. Не ғой, атам, папаң несі юбилей карантин уақытында өтіп кеткен екен ғой, иә деп бастайды. Сөйтіп, соны белгілеп жіберейік пе, иә мама деп. Сөйтіп оны папасы қуанып кетеді оған ата. Өмірінде бірінші мәрте оны адам қатарына қосып бір атына той берейін деп жатыр да. Рас деп қояды сөйтіп.
сөйтіп ана келіннің көзінше ұяқтай алмайды ғой ене бейшара неғылсын енді. Сөйтіп анау айтады, коллективім шақыру керек еді, бәрібір түбінде келеді ау деп. Сонымен құлас тойға дайырлық басталады, 50 жылдық сөйтіп жақындаған уақытта бір апта қалған уақытта соңынан кешіп едік пе годик қылды дейді. Өзінің планын сол кезде тықсырады да мен. Басымнан өтті ғой енді, үйде содан кейін айтып жатқанмын ғой енді. Құласы годик деген негізі кәрсер ойлап тапқан, кәрсердің тойы годик деген. Негізі годек деп өзгерту керек, оны бар ғой, годек той деп та. Ана туылып жатқан бала білмейді ғой, атына той беріп жатсаң ба, сол бір 15 адам шақырып соны кесуге болады, негізі бар ғой. Яқ бізде той көп болсын деген тілекті орындатып жатырсыз ғой, 200%-пен. Той көп болсын дегенге жаңағы ажырасып кетіп үйленіп жатқандар көбейіп жатыр негізі бар ғой. Соның үшін тілекті дұрыс істеу керек пе деп ойлаймын. Кейін ілейім көрсек тойда көрсек деген бар ғой, тек тойда көрсететін болдық ағайынмен аз. Басқа уақытта арнап қыдырып барып жатқан адам жоқ аз. Бәді енді ағамыздың үшнетай бармағына асылып қыдырып барып жатқан. Сол тек тойда көрсеміз. Кейін жиған тергенің тойға берсін деген бар ғой. Күтті самалап қайты ғой. Мен әзілерге күлемесім, адамдар жылатып өттім ғой мен әзір ғой. Рахмет. Миына ауырлық қылып отыр ана баланың біздің әзілдер деп қойды. Яқшы растанам. Құласы жиған тергенің тойға берсін деген ғой. Бәрі тойға кетіп жатыр, пластик әйтеуір үйге ауыспайтын болды. Соның үшін жиған тергенің өзіңе берсін, рәтіңе берсін деп өзгерту керек енді ғой. Рәтіңе берсін, әлем ауысып жатса, есі үсті тойға берсін. Бәрі тойға беріп жатыр. Растан, барамыз списіне өтеміз, одан кейін ойыншы қыздың списіне өтеміз. Главный сол негізі бар ғой. Кейін бір шын кеуілден бермейміз ғой, бір ойыншы қызға, жігітлер әсіресе. Бір еш, тойды еш тұрып атырай мына қыз деп бермейміз ғой енді. Еш тұратындай тұрам жоқ о қыздың. Мен білеміз әмеміз. Нөкістен театр аяқлаш ансамблінен пенсияға шыққаларды тойхана қалама деймен да, мен айтымын да. Сөйт, қасыңа келіп бір түрлі ойнап тұрған. Ойнамайды ма, просто қасыңа келіп деп тұрғаннан кейін тезірек кетсінші деп береміз ау деймен соны негіз бар. Аяллар біздер түсінің просто. Ешін деп бермейміз, просто сол әйелімізге жаман көрініп қалмай ғана тезірек кетсінші, қасында тұра бермей деп. Құласы жиған тергеміз тойға береді. Тойдың список ойыншы қыздың, одан кейін түйе келеді, ат келеді, сүннетте қорсаң. Оған бермесең болмайды, сөйтіп, проезді deyip отқан уақытта фотограф келеді да, сөйтіп, кітте жылсып отырыңыз былай. Сұрамайды ол сіздерден, сөз па, түспейсіз па деп. Жылы екен деп қойды. Деп жақылап отырың дейді, ортада гүлді алады да, сөйтіп ондай. Сонымен суретке түсіреді, 7-8 мәрте түсіреді ау, сол негіз бұл. Пленка жоқтығы ғой сол, не? Пленка болғанда бір рет түсіріп қоятын еді, бір аптадан кейін кеп кетті деп күйдіретін еді ғой. Сонда 7-8 мәрте түсіреді, одан кейін ол бір коллективпен барып отырсаң ғой, мысалы тойға. Күнде көріп тұрсаң ғой, бір-біріңізді уже аллергия уже бір қойды. Мынандай да, бір құлас күнде телефонға да түсіп жатсыз ғой, яқ деп айта алмайсың да, бірақ фотографқа. Күйеулі бар да, қапталындағы өкпелейді деп ойлаймыз, негізі ол сенен ұялып отқан болды, бір-бірімізден ұялып түсеміз әйтеуір бар ғой. Баяғылар альбом көп еді, ішінде сурет болмайтын еді. Ұрлап кетіп беретін еді ғой суреттер, на память деп. Қазір сурет көп үйде, бірақ альбом жоқ. Ол суреттерім қайтаман қайтпай қойса, бір музыка ойнап кетті деп жүрген уақытта 7 жерден бүкіленеді, сонымен лақтырамын соны ғой. Жиған тергеміз әйтеуір. Бұсы мен ойлаймын да, ойыншы қыз келсе, рахмет қарындас бір жақсап ойнап үйреніп кетші деп қайтарып жіберуге болады ғой, пұл бергенмен. Фотограф, рахмет, мен күнде жүрмеймін көмекпен, түспейміз деп айтып жіберуге болады деймін да көмекке. Соның үшін өздерімізге байланысты біз ұятты білетін қалыппыз ғой, ұятты айтып, жиған тергеміз тойға берсін деп. Кейін мәдениет негізі бізде, нағыз мәдениетті той ғой, негізі тойханамыз бар ғой. Кіргеннен мысалы музыканың дауысы, айтайын, жаңа жайғасып отыр. Келіп атқан меймандардың құрметіне еш советтерімізді бастандырамыз дейді. Бұл сұраулар бойынша деп қояды ғой, меймандардың құрметіне деп. Негізі келе сала ешкім заказ бермейді негізі. Просто расы ойыншы қыз айлам шығаман дегенше бір 5 музыка қойылады. Негізі оған біздердің сөзіміз өтпейді. Тойхананың иесінен гәп өтпей ме деп ойлап қаламын да ойыншы қыздарға. Соның үшін кіргеннен бастап сондай дауыс қатты қояды, бұл этика бұл. Ауқат жеп отырып бір-бірімен сөйлесуге болмайды адам негізі. Сөйлемей отырып ауқат жеу керек. Соны тәмелеу үшін ансамбль бар даусымен қосып айтады. Аузын жыбырлағанына қарап түсініп отырсаң, сонымен тос айтып отқан уақытта түсінетін болдық жаңағы. Жастар бақыт, рахмет, аузын жыбырлағаннан уже сөзсіз түсінетін болады. Этика ғой бұл негізі, нормально, мәдениет негізі. Бір тойда андай қызық уақиға болды.
бәрі мен айтқанмен ешкім түсінбейді ғой деп айтып отырған ха емес деп отыр, түсінеміз ғой не өйтіп айтып отырсаң. Азын жырлағаннан сонымен солай ма деді. Самның басынан өткен екен ғой ол, сөйтіп айтсам бәрі естіп жатқан жоқ қой дейміз. Мысалы тош айтқанда қасына құлағына айтамын саған жеткіз деп. Не деген деймін да. Мәдениет, этика, мәдениетіміз. Ал жаңа ойыншы қыз ал жинамады, ал не қыласыз апа? Мынаған апа, мысалы ағалар орнынан тұрып, рахмет қызым, сау бол деп, әуре болып қаласыз просто ғой. Сосын мәдениет, сен деп, сен жинап шығады. Мен Құдай қаласа бір список қою керек, ойыншы қызға, көліне шыққан жазып кет болды. Музыкаға қойып, сенің миыңызды ашып, әуре қылмаймыз, просто менен өтіп кетті. Дұрыс қой, культурный мәдениет болады да. Сондай мәдениет. Мәдениет сондай рождаған, бізде де жаңа билетке таласып қалмасын деп жүріп жаңа тарқатып береміз ғой, алдын деп. Кел таласып қалмасын деп ойлаймыз да, енді суықта да. Сондай. Мәжбүрге өтіп қалдар бар ғой, арамса, рахмет. Мәдениет. Білің аңсат емес дейді ғой. Біліп қойың. Енді біздердің тойханаларға барған уақытта маған ең қызығы бар ғой. Бір ресторанның тойларының бір дені сау шайнек көрмедім да, мен соққа деймін ғой. Бір кесе құйсаң, 3 кесе төгіледі ғой жаңағы. Рас ғой, мен отырған жерге сөйтіп бір. Просто мен өзімді тойханада өзімді әуметті сеземін қашан салфетка алған уақытта біреуін тартсам 4-еу қосылып шығады да. Әуметім бар да мен сондай. Кейін біздердің тойханаларда, ресторанда берілетін тойханада тойдың қызметтегі келіндерменен, қызларменен ресторанның официанттарының арасында сол бірінші ауқаттан кейін мынандай конкурс басталады. Кім епшіл, кім шаққан деген. Аңыз жүреді ғой бір-біріне, бірақ бәрібір официанттар ұтып кетеді бәрібір. Деп әйтеуір жинастырады әйтеуір. Ең шаққан официанттар біздерде ғой. Бір самалап, 2 музыка ойнап келсең, өз столың жинап кеткен болады, енді мәжбүрге қайтасың ғой, негізі бар ғой. Сырастан сол біздердің тойларымызда негізі мен тойхана жақсы, бәрібір жақсы. Тойхананы негізі ресторанда келіндер ойлап тапқан. Қызын тауып жуудан құтылу үшін деп ойлаймын да мен. Кейін ресторанда теңлік бар. Гендер теңлігі деген сол ресторанда сол. Үйде болса, еркектерге онша емес, әйелдерге нормально дастархан жайылады. А ресторанда честно, гендер теңлігі негізі аял қызлар жаңағы біздер тең құқылы болып талап етеміз деп айтпай ақ қойыңыздар бар ғой. Біздер айтатын жерге келіп тұрасыз бар ғой. Рас қой енді, әмес сіздер үшін, әмес сіздердің үрметіңізге негіз бәрі. Сонымен ресторанда кейін және бір айтайын деген бір спискіде тек күйеу бала отырады. Оны сол үйдің қызы ойлап тапқан, ішіп кетпесін деп спискіге отырасақ. Рас. Негізі мен жаңа Юморбек әзілді қаяқтан ойлап таппаймын, мен просто басымнан өткеледі айтып бермеймін, бұл соң өзі бір концерт дейді ғой. Кейін тойда мынандай бар, офтный күйеу балалар бар, сойдың үлкен жезделер бар ғой. Камераның алдына, жаңалар не қылдыңыз, не қылды, бітірдіңіз ба деп өтеді да, сөйтіп мекқа барып, насыпайына тиіп тұрады бір шетте. Сөйтіп арасында деп, давай, жаңа не қылың деп жаңа. Сонымен көзге көрінетін жерін біледі да олам, не? Еш жерде істемесінде бар, істегенде суретке түсіруді қатырады ғой, бір сондай организациялар бар, сондай ғой жаңа офты бар күйеу балаларда. Құласы тойларымыз сондай әжайып. Негізі Қаратау арағы бар жерде негізі тамадаларға онша жұмсам қалмайды. Тойдың екінші жағын Қаратау басқарады. Негізі бар ғой. Кейінне қарап, дұрыстап басқара алмаған. Рас мен өзімім бір кездер ойлап қаламын да, ішіп жеп отқан адамдар, тем более Қаратау бар жерде конкурент қой, негізі бар ғой. Соң үшін, кейін тойда ең мен таң қалатын нәрсе заказ музыка. Заказ музыка, мысалы, әме ойнайды ғой сен алған музыкаңа, бір өзің ойнамайсың ғой деймін да, мысалы. Тайсы Бердібайдың атынан дегенге бір өзі ойнамайды. Емаса, әме ортаға ашып, о, міне Бердібай, мынау екен деп, тойдың иесі тыңламайды ма бар ғой сен, кімнің атынан заказап атқанын. Бірақ атымыз шығаруға қызғамыз да. Енді заказ музыка 10 мың сом, мен ойлаймын, мен әзілдерім тыңламайтын болса, заказ әзіл деп қойсам бір саудам жүрсеме деп ойлап отқам ғой. Себебі қазір халықтың арасына кіріп, олардың мұражатлерін тыңлау не ғой, мысалы, бір халық қабылдауханасы адам бармай қалды, себебі білеміз, барғанмен жұмыс бітпейді, әйтеуір көріп шығамыз, үйреніп жатырмыз деген жауап тапып қайтамыз. Кейін сенің телефон дегенге халқым енді сенеді, әйтеуір
амайтын нәрсені еді әйтеуір. О телефонның істемейтін нәрсені еді. Соның үшін ана халық қабылдауында да халықтың арасына кіріп бір жерде іздейді ғой. Жақсы, оларға да рахмет әйтеуір. Оралап тастамаса да әйтеуір тыңлайды хотя бы барып қой. Как психолог қой барып. Тыңлайды. Демек, заказ әзілдер таяла берсеңіз болады. Ең жақсы күшлі заказ еткен адамға бүгінгі туған күннің иесінің атынан сауға бар дейді. Заказ әзілдер төменге. Қазбек, рахмет келіп отырған үшін. Басты студенттер ойлап тапқан негізі. Қазбек деген енді бұндай жұлдыз болып кететінін білмедік қой, болмаса сен мен бұрыннан жақсы болатын едім дейді. Бүгін пұл беріп шақыртып отырсыз. Рахмет. Қазбек, енді сен не заказ етесең десем, қазір біліп қояды, келісіп қойғанбыз, соның үшін сразу мына жақта. Ох, мына уже камера бір түсіріп жібересіз бе? Екі режиссер не қотқан ғой жаңағы. Ана ұйқылап жатқан тамаша көйді көрдің бе деген ғой. Деген осы сен спектакліңнен бері ұйқылап жатыр деген сондай уже ұйқылаттым әйтеуір. Жылатпай әйтеуір ұйқылатып білгеніме шүкір. Рахмет. Тастап кететін адам жоқ. Сіз кіммен келдіңіз бұдан басқа? Бала бар, мама бар. Өзіңіздің анаңыз ба? Енеңіз болғанда тастап кетесіз қой десең, рахмет. Жас үлкенден бастақ. Апа, қандай әзілге заказ беріп жақсы? Атыңыз кім? Қаллыгүл. Қаллыгүл. Қазір Қаллыгүл деген ат қойылмайтын болды, қазір, қызыл кітапқа кірген деп тұрған. Қазір Жасмина, Эленора деген Меккезінен көратылар қойлайтын болды. Қаллыгүл апа, қайдан келдіңіз? Нөкістің ішінен. Ой, о, Нөкістен келдіңіз бе апа? Рахмет, Нөкістен келіп отқан екен. Бір мындай заказ әзіл да енді. Өмірбек Ақұдай, сіздің бүгін туылған күн. Апа, ол тос емес те қойды. Рахмет, тілектесеңіз білемен ғой. Күлдіріп жүре берің Ақұдай, күлкі әзілдер сізден болсын. Қандай сол, қандай? Әмме бір күліп. Күлетін әзіл болды. Апам хақиқатын айтты бар ғой. Өмірбек, не болды саған күнмен күлдіре алмайдысың, күлетінен айтты отыр ғой енді расы. Рахмет апа, маған ұнады, өзіме көмек. Жас үлкендер келді, коллектив, көркемөнер мектебі, түсіне ме? Көркемөнер мектебі, сен рахмет, келіп отқаныңызға коллектив. Енді директор ұятты ертең бір кездесеміз ғой деп келіп отыр, қағалар коллектив директордың құрметіне келіп отыр дейді. Зор да, директорлармен жақсы болған жақсы да, енді рахмет. Сіз апаға өз алдына келдіңіз ба? Кім атын кім? Жахангир. Жахангир деп мощный қылып айтады, қазіргі жастар сондай ғой. Тойға заказ музыка. Давам етеміз ендігі қосықларымызды құдашасы Эленораң деп шиіріп қойып айтады ғой. Эленора дегеннің есі маңдай болып кеткен шығар деп ойлаймын. Сонда Жахангир деп зор да, енді жас жігіт екен көрініп тұр. Студент? Иә, жұмыс. Сонда хайран қалдым, алдың қатардан нағып алды студенттер депті. Қайда жұмыс? Мәдениет институтында. Сонда Мәдениет институты, онда өтіп кетемін ба дедім, былай қарап негізі. Сразу көрініп тұрған шығар, географтың концерт екен, рахмет. Мәдениет институты қызықсынып келіп отқан болса, мен қуаныштымын. Онда заказ әзіл? Метан заправкалар туралы. Енді Жахангирден ғой, мен елі машинамадым да, соң үшін маған қызық емес деп қойдым. Уже күлді, уже. Метан деген, метан заправка туралы. Кеше тойға барғанда, мен болған уақиға ғой, мындай группаластылары, класстастылары, метан заправка очередте танысып қалған жоралары дегенді көрдім да. Демек, бұл халықты бір-біріне жақынлатып жатыр, негізі бар ғой. Пробканы азайтып жатыр деп ойлаймын. Метан жақсы, негізі. Рахмет, сондай әзілдерім болады. Сіз заказ бермейтін адам ғой. Тойда бізе психолог болып кеткенбіз, конкурсқа кім шығады деп қыздарға барсаң деп отырады да, біреу телефонда деп отырады, ол шықпайды оған. Анда деп қарап отқан адам, ол айтатын адам да, қандай заказ береміз ба? Яқ, өте бер. Пұлым жоқ. Болмайды ғой, не? Қарызға деп қойды. Аға, ассалаумағалейкум. Рахмет, келіп отқаныңыз үшін. Атыңыз? Ниязымбек. Қандай әзілге заказ бересіз? Футболшылар туралы. Аға, өзіңіз қайда жұмыс істейсіз? Мәдениет институтында. Вот, футбол соң үшін равазанбай жатыр, негіз бар. Ағасы футболный академияға барыңыз керек, негіз бар ғой. Футболшылар мәдениетті ойлап жүрді, мәдениеттағылар футболды ойлап жүр. Представляем, да, енді баяғылар мұғалімдер
тақта егіп фермерлер үйрететін еді ғой біздерге. Қазір енді құдайға шүкір орнына келіп қалса да сема ғой. Соның үшін футболға ол үлкен тема. Маған айтып қойды ма, оны білмедім ғой, заказ беретініңізді. Футбол туралы. Мен Арал футбол командасы қандай дәрежеде ойнаса, мен соғырағым қызғамын, бұған басқа білмеймін. Месси просто кеше енді тема болсын деп үйренгенмін ғой, Месси деп. Рахмет аға. Басқа кішем коллектив қызлармен бәрімен келесіз ба? Бірге? Рахмет. Үйлер қайда аға? Қожелде. О, рахмет. Қожа апан өкіс ешкап, апанды Қожелден келіп отқалар барған. Мен қуаныштымын. Рахмет. Көпірден. Енді халықтың мұражатын тыңдап қандай әзілдерге? мұғалімдер туралы. Ол лишний өзіңіздің проблемаңыз ол. Мен білемен, түсінемен, мұғалім болу ансат емес. Соң үшін мен географтар бар ма арамызда? География мұғалім бар ма арамызда? Қайырды? Ассалаумағалейкум. Қашан айтып бір жерде көріп. Географтар бір-біріне қарасатта мен соң үшін сабақ жетпейді ғой, география білесіз ба? Сол сіздерге оқыта қойсын деп мен Натаровға кетіп қалдым ғой, негізі ол. Рас. Соң үшін мұғалім болу ансат емес екен білемен, бұл тағдыр бұл. Бәрі нормально болып кетеді. Атың кім? Буят. Буят. Буняткар футбол командасының ағзасы. Мыналар жетсе, ертең футбол бұрсат болуы мүмкін. Кіммен келдің, Бунят? Өзім деп, просто өзім деп. Бездік тағап қойды, Бунят. 3-ші қатар. 8-ші месті. Кеме ған ғой, а? Мен негіз ұсыған тайырлап кебен де қойды. Қандай әзілге? Сондай қалыңыз, кімде заказ әзіл бар, тайырлап қоямыз, қандай? Бөпелі келіншектерге. Бөпелі. Бөпелі келіншектер тұрысы прикол, оның негіз бар ғой, оған әзіл кереміз. Дамақасайка, үй бекесі ма, ең ауыр жұмыс, мұғалім, сіздікі нормально. Дамақасайкілер бар. Негізі үй бекесі деген бар ғой, негізі қиын жұмыс қаттыға. Айлық жоқ, отпуск жоқ. Бір кешік бара алмайсаң, ертелеу қайта алмайсаң, азалы кеш үйде жүре берсең ғой, енді бәрі жұмысың сол да, сөйтіп бірақ күйеуің келіп алып, не бітіріп жатсыз, азалы кеш үйдесіз ғой деп қояды ғой, бірақ үйде жұмыс таусылмайды. Соның үшін, кітап настроениеңіз көтерілді ғой, рахмет. Басқа әзіл бар ма? Заказ қандай? Қанлыкөлден келіп отқандар. Реклама берсе келе береді екен, негізі сен. Мұнда қапа болма, сен әзіліңді тойда да бар ғой, қосып айтып берсем бір-екі. Қандай? Студентлерді. Тамақасы нормально деп қойды. Рахмет. Өзім охраннигі бар адамды сезіп отырған. Қай жерде оқисыз? Кегейлден. Кегейлі, уақытында Кегейлі деген. Рахмет, Кегейлден. Қайсысындай қанегелік па? Кегейлі факультет? Яқ. Кегейлі факультет ашылмады ма не? Просто Шымбай факультет деген ашылған есімен бір қуандым бар ғой, ішімнен. Енді Шымбайды үйренетін болды, бұлар бар қанегелік ашып деп. Қандай қанегелік? Физика қане. Физика. Физикаға мен тайырланбадым. Ассалаумағалейкум, менің ұстаздарым келіп отыр. Базарбайға рахмет. Негізі әмес таныс қой, таныс емес адам келмейді, рахмет. Берді Өзбекстан, Қарақалпақстан халық артисті Жеңісбек Пиязов өзі Ташкентте концерт беріп жатыр. Папамасы рахмет. Баласын концертін қойып, біздің концертке келіп отыр, рахмет. Бүркітаға. Бүгін беді? Анжегүл апа, рахмет. Келіп отырғаныңыздың өзі үлкен. Рахмет, саламат болсын. Қанлыкөлге баратыр мен бұяққа. Қош келіпсіз, рахмет. Ал деп айланып жүре бересіз. Зор екен негіз бар ғой, халықтың мұражаты неге депутаттарға ұнап қалды десем араласып жүре береді екен ғой былай. Қанлыкөл қаяқта? Асықсыз ба Қанлыкөл? Дәру заказ әзіліңізді айтсақ қайта жақсы па? Ашпа, ассалаумағалейкум, қош келіпсіздер. Рахмет. Медицина туралы. Медицина туралы. Мен медицина туралы бір тайырлап қоймайым, негізі анаяқта бар. Аз соны айтып қойсам, біздің сценарийді бір не қыла жақсы қойсыз бар ғой. Атыңыз кім еді Ашпа? Сиуар. Зиуар? Зиуар деп мынандай мощный қылып айтып үйреніпсіз ғой. Жастармен көп істесесіз ғой. Медик па? Тойға айтыр. Бүгін басқаша, тойда басқаша дейді. Негізі медицина қызметкерлері мынандай гражданскийде көрсең танымай қаласың, олар милициядай ғой. Аққалат болса, мына полиция ғой деп. Милицияларым сондай, гражданскийде жүрсе, қайерде көрдім деп тұрасың ғой. Рахмет. Қанлыкөлден арнап келдіңіз ба? Үш концертке деп? Қаликөлден құдам Қуанышбай. Қалекеев неге? О, рахмет.
Құда нағыз мәдениет қой енді олар мәдениет емес. Нағыз мәдениет деген со құдамен, құда қалесе деген со, құда қалесе, құдағай қалесе деген. Сөйіп қыз алып қыз бергеннен кейін. Рахмет, саламат боласыз. Енді рахмет мына жігітлер, мен негізі сценарийді репетиция уақытында ондай жоқ еді ғой, екеуміз жүрмейтініңіз ғой, мен қасымда мен қысындырмаң енді. Рахмет, басқа заказ әзіл бар ма? Bir әзіл, соңмен мен Қалдыкөлден қайтайын деп тұрмыз. Жаңа жыл әзілдерінен болсын. Болды апа, азыр бір 2 музыкадан кейін қойып беремін дейді ғой. Соған келіп тұр ғой енді, алдында бар жаңа жыл әзілдері, рахмет. Біз онда давам етеміз. Расы 2 жылдан бері сахнаға шықпағаннан кейін біраз жаңағы қысыныс болады екен, рас. Шапалақ ұрған сайын бір кіттай хазет жаңа түскен уақытларда бір өзіме келіп отпан деп айтсам ғой. Яға, шапалақ керек емес негізі деп. Бірақ енді негізі сорап алып тұрсам ғой. Енді өзі Юморбек бағана айтқандай жас 40-тан өткеннен кейін жас үлкен қосқышыларды тыңлап бастайсаң, бақсы жырауларды тыңлап бастайсаң да, соның үшін Қалдыкөлден арнап келіп отыр, соның үшін деп жаққа сілтей берейін да. Бір өзі бақсы, өзі жақсы бір ініміз бар. Қарақалпақстан халық бақсысы деген атақты алуға әрекет етіп жүріпті. Ерсібай Асқаров, бір шапалақ қошеметі. Рахмет. Егер Ерсібай дайын болса, біздің концерттің меймандары мана правительственный тайым болып тұрмайды ғой бірден жаңағы. Бір тойдан босаған уақытта келіп кететін сондай ма? Тайым ба Ерсібай? Шапалақ болмаса шықпайды екен. Ой, рахмет. Өзіме саған меймандары да Ерсібай, рахмет. Онда ендігі жағын өзіңіз қыздырасыз мерге. Келуінің өзі бір оркестрге көшіп келгенде ғой, не деген? Ноталармен келді. Мынандай зат көрінсе, живой екенін біле береміз ғой біздер әсем. Ерсібай, мынау не енді? Не қуан мынау деп қойдым. Шаңқытып келе жатыр ғой енді Ерсібай, рахмет. Ерсібай Асқаров, бір шапалақ қошеметтерменен. Ассалаумағалейкум, құрметті меймандар. Бүгінгі келіп отырған күлкі шайдалары, әммеңізге келтірген жаңа жылдар құтылы болсын дейміз. Енді міне Мақсат ағамыз Юморбек кеше концерт береміз деген кезде, мен де бір қосық айтайын десем, сенің насихат қосың кім тыңдайды деді. Соның үшін енді насихатты азғандай пародия қылайық деп сөйтіп Мақсат ағамен ойласып, азғандай әзіл қосықлар қостық. Қара ас болсын деп үйме қабағың, бәлкім олар хақлап келген сиғандыр. Келгеннен қызғанба піскен тамағың, бұл комиссия деген бізге меймандыр. Құрақ көрпешеде бұл асфальт жоллар, бұлда миллиліктір түсінсе кімлер. Бәхәрде ашылған салпетті гүллер, бәлкім үскөшпенен іліп қойғандыр. Білім керек емес магистр аты, бакалавр болмас енді айбауты. Айылтысы жоқлар бәрі құлауды, сертификат зор енді сиуандыр. Реконструкция мектеппенен бақшаны, замана ғой етіп ойлап тапқаны. Мәмлекеттен бөлінетін ақшаны ұтып алу үшін лайық жиғандыр. Ал ендігі қосығымыз, негізі оны естетін адамдар түсінбейді, соның үшін осы дәртімізді сіздермен бөлісуді мақұл көрдім. Imtixansız sırt елге кіріп атыр таласып, перевод етіп ауылға келіп атыр біразы.
Mağlumatı yukarı jaylap ketdi şırağım. Salıp tursan bizdi dertke bitalap bop şırağım. Diplomu var gastarbayti olup ketdi şırağım. O suretin koşmen ayım, suretin koşmen ayım. Söylemege bilim yok, kontraktыңды төлеуге қалтаңда bir тиын жоқ. Құр оқуға келерсің, я басыңда миың жоқ. Оқып атыр балам дебе, атанаңның кеулі тоқ. Сен олардың сенімін, ойран етпе шырағымын. Ал ендігі қосығымыз қызметкерлердің басқармаға айталмай жүрген екі ауыз сөз дейді. 6-8 сағат мезгілсіз істе, бос еді қой әмме азанда төсте. Срочно тапсырма келеді кеште, күндіз ит қырқама білмедім. Ауқаттан соң түнде жұмысқа келдік, бірақ бұндайлардың талайын көрдік. Kişiyi danıydı azmaz özgertip Jiberibim olda bilmedim. Rahmet. Endigi qo'shig'imiz mine Dixon bozor deydi. Taң azandan dixanlardan optim arzan ala qo'ygan, alib satardың barlig'i sol bozorga bara qo'ygan. Halkılarsan akıldı da, terizidin jep kaldı da. Dixon bazar dep atыңды da, kim koysa da kate koygan. Ane dağıslar шығып атыр. Ендігі темамыз міне детский қосқыларымыздан бар. Аз синий трактор деген ya, үйінде бөпесі барлар біледі. Моды болды. Атыздан соң. Соң үлкенлерге шыққан қосқы бар екен міне. Тексеріп атызға және уәкіл киятыр, қаладан келіп Диханға үйретіп атыр. Қане фермер аға, сен қапылда қалма, бұл уәкілдер әбетке не жейді ойла. Қауқ, 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 қауқ. Жуап қате тауық емес, қой жегіс кеп тұрды дейді. Енді Həmmemizге aktual məsələ oturğan metan. Metan деген, көзіңнен қан тамған жер метан деген. Бұл суыққа тоңған жер метан деген. Сізбенен біз күні түні нәубет күтіп қонған жер метан. Ерсай Асқаров, рахмет. Ерсай, егер халыққа ұнаған болса, мен жаздым, егер саяси жерлер болса, өз жазды деп қойды. Ерсай Асқаров, рахмет. Рахмет саған. Енді және бір аз ғана кеуіл көтеріп, нағыз бүгін концерттің мейманы деген алдың қатарда отырған бір мырза бар. Мырза деген сөз біздер онша пайдаланбайды екенбіз негізі. Мырза деген сізге рахмет. Қарақалпақ тіліндегі мырза деген сөзді мырзаға деп кішілерін ойлап татпан. Қазбек мырза, эстрада жұлдызы. Хош келіпсіз. Рахмет, саламат боласыз. Тостықпен айтамыз, сыртқа шыққан. Бармысыз? Және мәртебе баршаға ассаламу алейкум. Бүгінгі концертке хош келіпсіздер. Шапалақлардың да дауысын қаттырақ қыламыз ғана. Музыканың да дауысын қаттырақ қоямыз. Сені дүнияларға алмаспайман деген қосығымыз бар. Сіздермен бірге
Құпиясы марқұмат, баршаңызды кіріп келатырған жаңа жылмен құттықтаймыз. Бәлкім кешігіп таптым, бәлкім өз уақытында, жүрегімді іздесе өзіңнен таптым да, сол үшін жаныңдамын, күнім жоқ өзіңді сағынбаған. Бәлкім кешігіп таптым, бәлкім өз уақытында, жүрегімді іздесе өзіңнен таптым да, сол үшін жаныңдамын, күнім жоқ өзіңді сағынбаған. Дүнияларға, сені дүнияларға алмаспаймын сағынғанда, дүнияларға сыймастаймын, дүниямсың, менің дүниямсың. Дүнияларға, сені дүнияларға алмаспаймын сағынғанда, дүнияларға сыймастаймын, дүниямсың, менің дүниямсың. Öz kiyil jelme bana. Kanı pozitif gibi oturamız. Сендей ешкім боламайды, маған басқа ұнамайды, мен үшін тек өзің барсың, жұлдызым. Махаббат бір мәрте келер, бұл өмірде болмас нелер, сонда да тек сені деймін жұлдызым. Сендей ешкім боламайды, маған басқа ұнамайды, мен үшін тек өзің барсың, жұлдызым. Махаббат бір мәрте келер, бұл өмірде болмас нелер, сонда да тек сені деймін жұлдызым. Дүнияларға, сені дүнияларға алмаспаймын сағынғанда, дүнияларға сыймастаймын, дүниямсың, мен дүниямсың. Дүнияларға, сені дүнияларға алмаспаймын сағынғанда, дүнияларға сыймастаймын, дүниямсың, менің дүниямсың. Енді сізді қолап қойып бала. Саңдағым өзі көтеретін да түсіретін да сіздер ғой. Көтереміз енді. Дүнияларға, сені дүнияларға алмаспаймын сағынғанда, дүнияларға сыймастаймын, дүниямсың, менің дүниямсың. Рахмет. Қазбек мырза. Рахмет. Қазбек, рахмет, сенен үйреніп оттан азбын. Негізі басын қайтпаса керек екен, енді білдім дейді ғой. Рахмет, Қазбек мырза. Оқты үйреніп кеттің енді. Рахмет етеміз, сен негізі бұл қосқышы бірінші болып шығу керек еді сахнаға. Ендігі шақыратын қосқыш. Просто оның ұстазы келді мейманға. Соның үшін Қарақалпақстан Республикасына қызмет көрсеткен артист Бахадыр Разымбетов. Шапалақ қошеметтермен Бахадыр Разымбетов. Ассалаумағалейкум. Қош келіпсіздер. Бастаймыздың бүгінгі концертіне. Келіп отырып, демаламыз Armanım sen yedin, ayday, ayday. Sözlerin şakadım, şakadım, şakadım. Ötünüş kara göz, gitti, gitti. Kevlim karağım, sende, sende. Sendip şanaman, ışkında şanaman bilmesen, yelesen. Sendip paraman, kasıma
gülüm şok demesin. Boşamayırken naz kaydan kaydan, aklımdan ne zaman hayran hayran. Tar koşu olsun şu Leyla'm gelende, kavmetin canalar dertim silinde. Sildip şanaman, ışkında şanaman bilmesen yelesin. Sildip paraman, hasına maraman gülüm şok demesin. Sildip şanaman, ışkında şanaman bilmesen yelesin. Sildip paraman, kasına baraman gülüm şok demesin. Sildip şanaman, ışkında şanaman bilmesen yelesin. Sildip paraman, kasına baraman gülüm şok demesin. Рахмат азиздар. Мақсат ағамыздың бүгінгі туылған күнімен де шын жүрегімнен құттықтап қаламын. Дұрыс па? Қателестім ба? Алдымыз аман болың. Творчестволық табыстар тілеймін сізге. Бахадыр Расымбетов. Республикамызда қызмет көрсеткен артист. Рахмет. Уақыт тауып келіп жатқанына деймін да жігіттердің. Рахмет. Және де бүгінгі концерттің жақсы өтуіне ат салысып жатқан қауындерлеріміз бар. Билеттен көрген болсаңыз, Юлдуз Рвош рекламный агентство бар. Кен нөкістен таппай Шымбайдан алдырып отқан Панорам Vision видео студиясы бір қошеметтер. Новострой, Мир, Сантехника, Багама, құрылыс материаллары, дүканлары. Сразу белгілі, Өмірбек жайын елеп біткермегені дейді ғой. Строительный магазиндермен жақсы істесіп отырған. Одан кейін бізді қолдап қуаттау үшін өз алдына Марат Өтепбергенов, психология ілімдері докторы, шаңырақ орайына бір қошеметтеріңіз болса, рахмет. Және де қауендерлер бар, оны заказ музыкадағы бөліп кейін айтамын. Біз өзі комиссия үшін документ турлап қоямыз ба, бір кездері аттестацияны айлық үшін тапсырамыз ба, олма біреу үшін жасап жатқандай недовольны болып жүреміз да бір кездерде. Мен айтамын, негізі базарға барсаң, мен қабағын үйіп, deyіп жүреді ғой, серьезный болып, салмақ сақлап, мысалы сумкасы толы, не қылды, азық ауқатлар, бананлар былай неғып баратыр, былай, бірақ недовольны да. Неге біздердің адамдарымыз бәрі соған үйреніп кеткенбіз, өздеріміз салмақ бір серьезный болып жүруге үйреніп кеткенбіз. Негізі қанат жоқ па, бір шүкіршілік жоқ па деп ойлаймын. Негізі үйің жайрап жатыр, вареньелер төгілген, евроремонт үстіне сызып тастаған, абайлар скотчпен жабыстырылған, телефон трещина болса, значит бұл бақыт. Үйде балалар бар. Үйде кішкентай балалар бар. Бақыт деген сол ғой, кішкентайлар, рахмет. Сол бір жерге барайық деп шатақ салған шатақ салып, содан кейін келіп отқан шығарыс деймін да мен. Білеме оны. Құласа, балалы болған зор ғой, сен тыңлайтын адам туылады да дүнияға. Гәпің өтеді да оған. Су әкеп бер деп қоясың, мілет еді. Өзің барып шүгіді болады ғой, су деймін да. Балалы болсаң өзіңді бір данышпан сезіп қой. Мен өзі сонда айтырмын. Любой сұрауына жауап бересің ғой, о бала үшін сен бір идеал адамға айландың бар ғой, данышпан. Папа анау не? Ол деген шымшық деп қоясың да. Зор да сұраулардың бәріне жауап бере алсаң, сөйтіп кейін сен сұраулар қиынласып бастайды, жаспен келгеннен кейін, неге мынандай, неге мындай, сөйтіп сразу екіншісін тудырып алсаң, содан кейін және давам ете бересің дейді. Сол үшін шығар енді көп болады. Біздер негізі бірінші перзентімізді қаттыға беріліп тәрбиелаймыз.
себебі екінші үшіншісін тәрбиелейтін сол біріншісі. Ажпасы бар, тайырлатады сабақты деп. Расынан балалы болу бар ғой, негізі шыдамлы болуға үйретеді негізі. Мына кішкентай мынандай бөпелермен үйге қайтсаң ғой, отырыспадан, сөйтіп ананы деп үйге барғаннан кейін оятып алмай шешіндіру бар ғой, негізі андай бір киноларда андай бомбаны жарып алмай қияды ғой, негізі. Сондай деп ойлаймын да біздер деп асте. Енді тек оянып кетсе, кейін 2 сағат ұйқысыздық. Негізі балаң болса будильник керек емес. Сені ұйқатып болып ұйқайды да, бірақ сенен бұрын оянып алады ғой. Білмеймін, қалай ұйқысы қанады деймін да. Кредит жоқ та оларда, бала-шаға жоқ та оларда дейді. Балалы болған негізі растанам. Қазір балаларымызға болған мындай электрон очередте бір айнада очередке тұрып, анан садикке беременде кеш балаң ер жетіп кетеді ғой, негізі бар ғой. Аңсат емес. Балаларым білет. 6-шы қала күнді білет. Біздің демалысқа 4 күн бар еле деп қояды 2-ші күнді. Тап бір жұмысқа баратындай деймін да, мен айтамын да, сатанып жүреді жаңа, демалысқа не 3 күн қалды деп. Сол расынан жұмыс олар мектепке шекемге білімлендіру мекемесі. Не деген мекемеге барады екен олар, қиын оларға да, аңсат емес дейді. Сол детсад деп айтамыз ғой біздер, бақша деп қоямыз, мектепке шекемге білімлендіру мекемесі деп ешкім айтпайды ғой негізі. Кейін балаларымызға бір спецшкол іздеп жүреміз ғой, мындай көркемөнер спецшколға берсек пе екен, емаса мынандай спецшкол деп. Біздер деймін да, біздер үйге жақын мектепте оқитын ек қой бұған. Қайсы мектеп үйіңе жақын, сода оқисаң бұған көріп алып та, спецшкол іздеп, ана мұғалім күшті ме, мына мұғалім дұрыс келген Бақтыбай Сауда деген. Құласа балалы болу көп заттарға үйретеді. Кейін бала кезімізде оқымаған ертектерімізді оқимыз. Сөйтіп, қазір мен жасым 40-тан өткі, балаларыма ертек оқып айтып беремен деп ақ, мен біраз ертектердің мәнісін түсіп бастадым да. Қаран. Қызыл қалпақша. Европа, французский, Франция білесіз қазір. Однополый брак дейді ғой, құласы. Франция қайыққа баратыр қазір. Демократия деген бар ғой, шегіне шығарып жіберсең адамдар өзінен кетіп қалады екен. Франциядан мысал көре берін. Шарль Перро ма, Перл Шарро ма, қандай да? Құласы, мен оқымайтын біліп қалды. Құласы соң, красная шапочка, қызыл қалпақша деген ертегі не деген тәрбия деймін, не деген мамасы қызын атымен айтпайды да. Қызыл қалпақша, қызым қызыл қалпақша деп айтады да, мысалы. Бір түрлі ғой, мысалы, саргүрткіл балам деп айтса, бір түрлі ғой, енді папаң, киіммен айтады да, мысалы, ақ коптылы қызым келдің бе оқудан десе бір түрлі ғой, уже. Психологический травма ғой, қызыл қалпақша дегеннің өзі бар ғой. Ат жоқ жаңа қыздың. Киіммен атайды да, киім қымбатлы болып тұр ғой Францияда. Бір, екінші, ойдың еркектері қаяқта деймін да. Мамасымен қыз жасайды да, яқшы еркектер, яқшы. Мен де бір жат болған шығар, ұрыстың кеші. Неге кемпір-апасымен бірге тұрмайды олар? Неге кемпір-апасы, яқшы бірге де тұрмай қойсын, мехр деген жоқ қой, Европада. Неге қызын жұмсап жібереді деймін да, кішкентай қызды. Тоғайдың ішімен. Енді харқилы қасқырлар бар ғой, енді не болатынын білмейсің ғой енді. Неге өзі бармайды? Значит, үйде бір өзі қалу керек болып тұр да, ол негізі бар ғой. Негізі апасымен бірге тұрмайды, мамасы ғой енді. Құлас сондай жақлар көп екен да, қызыл қалпақшаны оқып отырып. Неге қасқыр кен қызыл қалпақшаны күтіп алу үшін апасын жеп қояды ғой кейін, Кейін киімдерін киіп алады да, ойланып көрің, жеместен бұрын киімдерін киіп алған негізі ол ба, значит. Түсінікілі ар жағы, Қасқыр кемпір жеместен бұрын киімдерін киіп алған, значит. Құласы қызыл қалпақша маған кейін ұнамады, мұны оқуды ұсыныс етпеймен. Енді бая біздер қандай ертектермен өстік, зор ертектер бар. Золушка, қыздарға тәрбия тұрысымен, қызлар түнгі 12-ге дейін қыдыра бермен, қабақ бастардан басқа ешкім болмайды түнгі 12-де. Қабақ басқа тап боласыз болғаны. Золушка нормально, одан кейін алтын балық деген бар жаңа жігіттерге. Үйленсең, әйелің айтқан қыла берме. Бір күн тамам боласаң. Золушка, алтын балық айтыпты да, қандай ажайып. Кейін колобок, папа-мамаң тасып қашып кетпе, жеп қояды сен деген дейді. Зор Аленушка деген ертек бар ғой, мысалы. Ішпе, ішсең мал болып қаласаң, Қара, не деген тәрбиялық ақимет. Біздің өзіміздің қарақалпақ ертеклер деймін да. Сұм ешекпенен аңқау түйе. Күп-пісіп жұмыс істей берме. Любой коллективте аңқау түйе тауылады, соң мойнына қоя бер, өзі істей береді. Қытай сұмдық болу керек та, негізі бар ғой.
Ашқасқыр деген ертек бұл маған қатты ұнайды. Мен келіншегіме оқып беремін. Міне көрдің бе? Ана тұяғында хатты оқиман деп маңлай жарылған ана қасқыр бар ғой. Көрдің бе? SMS-ді оқи берме. Біреудің телефонымен не жұмысың бар деген ғой енді. Зор ажайып та енді. Кен мұхаббат ақында ғой біздердің ертектеріміз. Бұрын өткен заманда кемпір мен қары жасаған. Көрдіңіз бе? Ажырасып кетпей жасаған до конца оқы кемпір қары болған деп. Шыдап дейді ғой. Сондай ажайып ертектеріміз бар. Соның үшін мен ойлаймын, негізі қызыл қалпақша емес, қара қалпақша ертек оқып берген балаларымызға дұрыс деп ойлаймын. Рахмет. Давам етеміз. Енді ортаға коррупцияға тікелей байланысы бар. Коррупцияны білесіз бе? Конверттің ішіне салып берді, хат деп айтады ғой енді. Пара, хат, яғни түсініп тұрған шығарсыз. Демек, аты өзі сондайлау коррупцияға байланысы бар. Соның үшін келуінде мен айтып жібересіз бе, бір басқаша қылып деп. Жас талант иесі, эстрадамыздың ажайып таланты Парахат Жолдасбаев қана өтіп береміз. Мархамат, Парахат Жолдасбаев. Ассалаумағалейкум, қош келдіңіз. Қалем қас, өзіңдей маған табылмас. Ұнатып қалдым өзіңді, мінезі қырсық қарындас. Сенсіз кеулім жайнамас, ізлесем сендей табылмас. Сүйіп бір қалдым өзіңді, сен десем сөзім таусылмас. Той бүгін, бақытлы күніміз бүгін. Біз бүгін, бақытта жайнаймыз бүгін. Біз бүгін, сені сүйемін. Сен деп жүремін, сен деп жүремін. Сен деп жүремін, сені сүйемін. Көзлерің мөлдір қара қас, сен іздеп жүрдім ай жылап. Енді таптым ба дегенде, кетпе жүректі жаралап. Сүйемін сені әрдайым, сүйгенің тек мен болайын. Бақытлы қылсам өзіңді, жоқ менің басқа арманым. Той бүгін, бақытлы күніміз бүгін. Біз бүгін, бақытта жайнаймыз бүгін. Біз бүгін, сені сүйемін. Сен деп жүремін, сен деп жүремін. Сен деп жүремін, сені сүйемін. На-на-на-на-на, 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 на-на-на-на-на. Той бүгін, бақытлы күніміз бүгін. Біз бүгін, бақытта жайнаймыз бүгін. Біз бүгін, сені сүйемін. Сен деп жүремін, сен деп жүремін. Сен деп жүремін, сені сүйемін. Рахмет. Білгіш кеулің біледі, кімдер пайда берерін. Менде бейхұш сүйіппе, назларыңдың шебелі. Білгіш кеулің біледі, кімдер пайда берерін. Менде бейхұш сүйіпті, назарыңдың шебелі. Ayamadım barımda, ayamadım canımda. Uylamay tağdırımda, ara
aralapan bağında ayamadım bağında ayamadım canımda uylamay tağdırımda aralapan bağında Bilgiş kevlim bileydi yarım kalbim seziydi ada bulmuş Allah'a yüreğimde geziydi ayamazsan külsen de жалғанlarım bilsen de anlamapansın şeyler kıyametin görsem de ayamadım barımda ayamadım canımda uylamay tağdırımda aralapan bağında ayamadım bağımda ayamadım canımda uylamay tağdırımda aralapan bağında bilgiş kevlim bileydi İslam Muratбаев, bir çapada koşumet ediniz. Rahmet. Endi hazır kıs mavsumi, kıska katarlar. Bilaydan aksiya 9000 megabayt kalgan бесплатно номерлер var. Кечирет 8000 kalgan eкен içinde. Қытайлар жылан жейді, француздар құрбақа жейді. Құдайға шүкір біздің қарекеңдер тек қана адам құсап макарон жейміз. Егер hürmet жарлығының қасында тефайл болмаса, демек ол хақиқи hürmet жарлығы емес. Hürmetli ayollar, жігітшілік, итшілік деген сөзге сенсеңіз, кеште күйеуіңіздің тамағын тойдырып босатып жіберің. Жақсы аялдың қапы. Күйеуім ауқат жейді, мен таярлаймын, ол жаратады, мен жинаймын, ол кірлетеді, мен жоғым. Құдайға шүкір, егер күйеуім болмағанда мен жұмыссыз қалатын едім. Тәжірибелі видео студиялары үйленген тойдың видеосын монтажын 5-6 айға шекем специально істемей соза береді екен. Себебі ажырасып кетсе, минетім зая болады деп ойлайды екен. Сондай опытқа ие видео студиялардың бірі Panorama Vision деп қосып қоя берейін бе? Рахмет. Ауа райын бақылау орайы күн бұлтлатса аяқ қақсайтын апаларды жұмысқа шақырады. Жігіттер, құлағыңызға алтын сырға жараспайды. Сырға қыздардікі. Дизрант іздеп, ондай ваннасында әйелімен ұрысып қалған, соны айтып отырды да, сыртында мен деген жазу болса, онда менкі деп. Жігіттер түсінеді. 3 ай көшеде арбамен қарбыз сатқан жігіт консерваторияға без экзамен қабыл етілді. Ансамбль тойға 400 000 соммен шығады. Егер 1 миллион берсеңіз, танцовщицаны тастап өздері келеді. Мұғалім мәселе айтасыз ба, мен үлгере алмайтпан деп беретін студент, мұғалім болып жұмысқа кірген, кейін оқушылар ассистент жазасыз ба, мен айтып үлгере алмайтпан дейді екен да. Бұл қысқа әзілдер, негізі сахнаға сондай қысқа әзілдер оқып басталып ек, шығып негізі. Бір әзілді, қазір хамелдар деген сөзбенен, біздің ата-бабамыз гәпке шебер ғой негізі. Хамелдар деген сөзбен, хамледар деген сөз екеуі бір-біріне ұқсайды екен да. Екеуінің қарны болады да. Кейін екеуім әшіреп болады ғой, екеуім ауқаттаңлап жейді жаңаларым. Рахмет. Енді қазір қысқа қатарлар ұсымен жұмақ, қысқа, демек, қысқы мәусімге таярлық сондай. Негізі қыс мәусімін hamımız жақсы көреміз, күн суытып басталады, сөйтіп бұны
шкаптың төрінен жерігін жаздырып, куртканы киіп, бір күн суытып бастайды ғой, октябрьде киіп, куртканың қалтасына қолын тығып, бір 5000 сом тауып алсаң, өткен жылдан қалып қойған. Тоқтай зор ғой деп, мен оны гілт шығады, жойып жүрген гілтіңді тауып алсаң, куртканың қалтасынан пласковсын неғып жүр десең, кейін пласковс шығады. Құлас бәрін тауып алсаң. Негізі қыс ұнайды да, әмеге, зарядчик, әмес сият қалтаңа, куртканың қалтасы. Мен өзі сондай. Бұрынлары қыс деген қандай болатын еді деймін, баяғылар қар жауатын еді ғой баяғылары. Қыста. Енді қадымға кейбірге соған қандай деп сұрап отырды. Енді қар азырын бар шығар, просто жоғарыдағылар жіберіп отыр, просто төмендегілер дұрыстап тарқатпай жатыр ма деймін де, мен ойлаймын да. Негізі күн сондай суық болатын еді бұрынлар. Айналарымызға мындай бір сұлу қылып, мындай бір не салатын еді, сен саған. Сіздер бітірген художниклер шығар деймін, сол айнаға мындай бір зат салып кететін еді. Вот мындай. Бізде бала уақытта болатын еді, тырнағымызбен деп атымыз жазатын екен, ол кезде I love you жүрек деген жоқ ол кезде. Деп не қылып. Кейін араңызда бар ма? Ешкімге айтпайтын бір секретім болды. Қыста дарвазаға сұп-сұлу болып қырау тұрады, соны деп жалаймын деп атырып жабысып қалған да тіліңне. Тартып жіберген соң білмей қалып, содан тілің қанап, ауғат шай іше алмай. Кейін опыт не болған сен, екінші рет жабысқанда деп жібітіп аласың да. Әмеміздің басымыздан өтті, шанаға барған уақытта асай-масайға тіліміз жабысып қалыпты. Сондай, енді біздердің бала уақытымызда қар жауса мындай нелер деп, трактордың ізлерін соғып деп ойнайтын ек. Қазір қадем балалар трактор деген не екенін білмей жатыр, Нөгістің қаласында. Енді жаңа жыл сондай бір әжайып байрам. Жаңа жылды айтайын да, кейінгі уақыттар бір дінге қаттырақ беріліп, сол діннің жолына әмел қылатын ағаларымыз бар да. Бұл біздердің жаңа жыл емес, бұл Наурыз байрамы мұсылмандардың жаңа жылы. Мен айтамын, дұрыс мұсылмандардың жаңа жылы. 31 декабрь, мен географ сипатында айтайын, ұлыма космослық бір өзгерістерге байланыс жоқ. 21 март жаңаратын дәуір да. Просто отчетный период жауылып жатыр да, бір отчет жылдың жұмағы жауылып жатыр да, оны байрамдауға болады ғой, аға деймін да, мен айтамын да. Кейін ішетін жерде отырмайман дейтілер бар ғой, мен өзім ішпеймін. Ішпейтін еркек болмайды, ішкізбейтін аял болады дейді ғой, сонда ішкізбейді қойды. Мен өзім онша ішпеймін, бірақ айтайын дегені ішетін жерде отырмайман дейді ғой діндарлар. Тұрсыз шығын сол мақсымдар ғой. Негізі ішетін жерде отырса, жаңа ішетілер кіттай қысынып, кіттай өзін жинап отырады ғой деп, сол пайдасы тиетін еді деймін да, анау, мен ішетін жерде отырмаймын, оған әддерін дастұрқан жайып жүресің кейін, негізі олар, сол үшін енді оларға өкпем жоқ. Айтайын деген, растан біздердің жаңа жылда бір тілек тілебем, орыланбады деп тым қапауыман, біздердің тілек 21 наурызда орылады. Сол үшін жаңағыдай Новый годтан бастап арақты қояман, фитнеске бараман, азаман деп жүргендер егер келіспей қалса да, бір еш қапауыман, Құда қаласа марттан бастап орыланады, соған ниет қыла берің. Негізі жаңа жылға біздер бір ай бұрын дайырыламыз, елка безеумен басталамыз біздер. Елканы сондай беземіз, бір шетке андай ойыншығының бәрін көрініп тұратын жағына беземіз да. Кейін артына есат қыстырмаймыз, елка құлап кетейін деп тұрады, былай. Сөйтіп құлап кетпесін деп артына гебіш қоямыз, соның. Кейін гебіш көрінбесін деп пақтамен орап шығамыз да. Не деген елка безеуді біздер қатырамыз ғой, біздер ғой. Қараң. Енді елка бұл аялға ұсайды, әйтеуір сол болмаса байрам болмайды, әйтеуір ғой. Жылтырдың бәрі соның үстінде, үйдің төрі соңғы ғой, әйтеуір ғой. Балалары әмес жақсы көреді сол. Аял елкаға ұсайды негізі. Одан кейін жаңа елка безеген уақытта ең қиыны андай жылтыр гирлянда бар ғой, жылтыр, соны жаздыру. Шеленіп қалған ғой, енді өткен жыл 8 мартта жинағанбыз ғой. Маманың достары кетір, давай. Сол мартқа дейін тұрады, сондай елкамыз. Одан кейін кішкентай балалар қуанады, әмес маска тағады. Неге үлкендер маска тақпайды деп ойланып қарасам, бізде бір өмір маскада жүреді екенбіз ғой. Енді ұятты деген маска бар ғой бізде. Соны театрға келгенде қызығым, күтте отырайық, ұятты деп, отырғандар бар ғой, енді қайту керек еді. Қонаққа барсағам жаңағы өзіңді бір балажан қылып көрсетсең, ой, молодец, сұп-сұлу бала екен деп, өзің бір сондай аққа күрек, добрый адамның маскасын киіп аламыз. Жұмыста да бір коллектив үшін беріліп жатқан адамның жұмыс маскасын киеміз. Құласы сөйтіп жүріп, өзіміздің негізгі хақиқи түрімізді ұмытып кетеміз ау деймін, жас үлкендер бар ғой. Енді 28-27-лерден бастап аялардың арасында қымбат кетпей тұрып базарлап тастау керек деген тема тұрады да. Сол сілер бар ғой, қымбат кетпей тұрып базарлап тастайық деп жүріп, базарды қымбат тастық ғой сілер бар ғой. Пробка істейсіз базарға бар ғой, негізі.
Со 29-30-да зор, холодильник толып тұрды. Бірақ жеуге болмайды. 31-де жесең. Екінші енді бардым, жеп тастаң зая болмасын, ашып кетпесін деген тема басталады. Біз үйде сондай әйтеуір, сіздерді білмедім. 31-ін қалай күтіп аламын? Саған звонок кетіп, байрамдармен қайда күтіп аласың? Сен күтіп аласың ба, ұйқылайсың ба, бәрібір Новый год келе береді, жаңа жыл бар ғой, негіз бар ғой. Сонда хамеміздің деп күтіп алатынымыз, сағат 12-ні күтіп алатынымыз болған. Негізі 31 күн сондай баса-бас, әйелдер кухняда, еркектер телефонда, смс-лер келіп жатыр, қатып жатыр, жаңағы мынандай смс-лер келіп жатыр ғой енді. Ең көп жазылатын смс рахмет өзіңе де деген смс. Мындай бір смс-лер бар, жаңа жылда жақсылықлар және жетісіп деген жылармен деп кіреді. Сөйтіп оқи отырасың. Мына смс келе модтан қалмаған екен ғой деп қоясың. Содан кейін мындай бір сондай бір зор смс-лер келеді. Ізінен Абдыкаликов бар шаңырағы деп жазып қояды ғой. Сөйтіп шаңырағымен ойласып жазып отқан екен ау деп ойлаймын да мен үйінің ішімен. Кейін соны копировать етіп алсаң, тәуірлеуін сөйтіп ана өзгертіп өзің фамилияны қойсаң да, хаммесіне отправить етесің да. Сол негізі бірімлеп бір құтылып қалай қояйын демейміз ғой, просто 5000 смс sayılmasın дейтін шығармыз деп ойлаймын да. Сондай тарифті қосылып алғанбыз. Одан кейін 12-ге бір 10 минут қалғанда телефонның ішінен шығып, үйдегілермен бірге күтіп аламыз. Сағат ровно 12-ні көп адам деп күтіп алады екен деп. Деңкіреп, шампанский атады да, себебі тиіп кетпесін деп. Кейін 12-де тап бір зат келетінде есікті ашып қоямын, біреулер баяғы ақ көкірекпіз ғой, үйдің іші суытып кетеді екен ғой, қақтан білекен. Не қылды, не өзгерді, температура өзгерді болғаны. Кейін шампанский атпады, кейін ура, әме көшеге шығып, бізде сондай жылда сағат 12-де шампанский атып болғаннан кейін, давай деп балаларды ертіп, қоныстар осы жылы қандай салют атады, соны көруге шығамыз да бізде де. Өзіміз амай шарт емес негізі. Заказ музыкадай ғой жаңағы. Біреу алады, сен ойнайсың да, әзет сондай салют атып. Біздің көше, көрдің ба біздің көше? Ол сол бізде білмейді ғой бәрі ол. Мен көмектің аттанман деп айтпайды ғой. Кете береді сол. Кейін уақытлар қоныстарым жұмат болып баратыр әйтеуір. Бір-біріне сен бағамай қала беретін болды ғой негізі. Құлас сонымен қоныстар бір-бірін құтлықлап шығады деген бар ғой, негізі біз сол енді аз қалып баратыр, енді бұрын 10 жыл бұрын сол зор бір дәстүр еді. Мындай қылады, бір 4-5 организатор жиналады да, сөйтіп Жасылкеннің үйінен бастайды. Өзі Жасылкен, өзі жетіскен адам ғой енді, Жасылкен ақылқылары бар, ұлыма дастұрхан зор қып безет, біледі, олар жылда соңына келеді. Бірақ есі жермейді, ауыз темізді, бір тілек тыңлаймыз ғой, болмаса әмес тұр, қонақтанған коньяклар тұр, сол жерде матвей бәрі. Біздер ойдар кірмейміз, тек ауыз темізді чық. Сонымен әме үйіне кіріп шығыр, ең кейден жас қожалық қады ғой, 2 комнатасын келе полып деген, соң үйіне барған уақытта бір абдуши отайық енді деп қояды. Нечестно деймін да мен айтамын. Жақында шайын содан бастап жинап келіп, ақсақалдың үйінде отыру керек еді негізі бар ғой. Бәрі зор, оның дастұрханы бар ғой негізі. Баса жаңағы сайлап шеп, кейінде табылған ішіп басаймыз. Жаман ырым ол уколға деп ақ қойғанымыз әкел берман деп. Бәрі сондай. Кейін жаңа жылды қалай күтіп алсаң, тап сондай өтеді деген өтірік ол. Жылда оңында пияң болып ұйқыламай жүруді қаламайтын шығармыз ешкім. Сол үшін жаңағыдай бір тілек тілеген уақытта бар ғой, бір ораланбай қалса сіздер обал жоқ өзіңізде. Сол үшін бір шамаңызға қарап тілек тілеу керек та, мысалы. Сигаретті қоймайман деп мысалы бар ғой, азбайман мен дәл семіремен деп тілесеңіз құтып ораланады ғой деймін да. Жағдайға қарап ораланатын қылып, ниет қылу керек та. Менің құда қаласа осы 2023 жылғы планларым, сол 2022-де ораланбай қалған планларым мен сол. Себебі 21 жыл жазып қойып 20 жылдың күнделігінен көшіріп дейді ғой. Сол елек жатыр, ендігі жыл оралаймыз деп та. Жаңа жыл ескі проблемаларды ұмытып, таза проблемалар қош келіпсіз деген да. Сол азында ойнасаң, шөллеп, сөйтіп жаңағы тап-тырыс қойын сағат 7. Көшенің басында қоңсыңның телефонның вибрациясы естіліп тұр ғой, жаңағы. Сондай тыныштық. Сөйтіп суды үзіліп жүрген уақытта шампанскийді көріп, өй дейсен, ұсын алмай қой керек еді негізі. Ішілмеген ау бар тіпті. Соңына минеральный алу керек еді. Минеральный керек та, минеральный керек болып тұрған суда сол да, мини. Одан кейін сол кезде бір аязда келіп қалып, тілегім десе минеральный деп айтып қоятын шығармыз деймін да, мен заказым кетіп қалады да, жаңағыдай күйіп.
Сол одан кейін хаялар үшін ең жақпайтыны 1 январь күні ұйқыдан оянып кухняны жинастыру. 11-лерде оянасаң, сол обедпен қосып жесең, иә. Кейін мен құсаған сол жас 40-қа енді шығатылар, 40-қа шамаласқалардың көбісінің ойлайтыны, кімдер келеді екен, кімнің үйіне барсақ екен деген ой тұрады. Бірінші, кімнің үйінен бастасақ екен деп. Конечно, қайын жұрттан бастасаң. Себебі күн көріс керек дейді ғой. Сондай. Құласа кіріп кетқан 2023 жаңа жыл. Осылай әжайып болуына мен сенемін. 2022 жылым жүдә бір шаман болмады. Несібеңіз бар айтыр. Кімнің туылған күні болды 2022-де? Бір қол көтеріңізші. Кімнің туылған күні болды дейді. Шүкіршілік ету керек. Неге? Шүкіршілік етуге себеп бар негізі. Кейін екі періште болған ғой. Екі періште ұшырасып қалғанда бұлттың үстінде, мультфильмдегі дейді, бұлттың үстінде отыруға болады. Ұшырасып қалған біреу мен құсаған арғы екен көлесі. Сөйт, анау семіз сұраған, не болды саған? Азып, тозып, кредит алдың ба деп. Яқ, просто біздің хозяин сондай сұрай береді Құдайдан деген да. Құдай, маған кредит жауым керек, машина алайын халық қатары, Құдай, маған ұл бер, маған қыз бер, жай бер. Сұрай береді, күнде сұрайды деген соның тілегін мен қабылдауына бар ғой, ояқта да. Соған жеткіземен деп күнде тынбай мен өзі шаршадым деген да. Сол азып тозып қалдым деген. Өзің семіріп кетіпсің деп сұрап отқан ғой. Менің вазифам просто сенкіндей деген. Просто менің вазифам сәл басқашалау. Құдай, Алла беріп қойғаныңа шүкір деген шүкіршіліктерді мен апарып бергім керек негіз деген да. Бірақ маған жұмыс жоқ деген да. Сол семіріп кеттім деп. Сол үшін арасында шүкіршілік етуді ұмытпайық. Бәрі жақсы, Құдайға шүкір. Сондай бір әжайып заманда жасап жатырмыз ғой деймін да. Егер 50-ші жылдар болғанда мынандай анекдотым айта алмайтын замандар болған ғой, бір 50-ші жылдарда. 90-ші жылдар деймін да, біздермен тең банан, ананас деген затларды жақында үйрендік қой біздер. Банан тек суретін білетін ек. Ананас киби деген ойбей деп жүрдік баста. Не ойбей. Балаларымызбен бірге үйрендік қой, рас мойлауымыз керек деймін да. Қазір ғой жаңағы колбаса болса жемейміз, халалма деп жетісіп просто андай зданиеге бір затқа қараушы едіңіз, просто үйіміздегі посудаларымызға қарайық, қолымыздағы телефон. Мен студент уақытта Шымбайға звонок ету үшін мен ұсап те қайтпаймын деп қонысының үйіне звонок етсем, ярым сағат очередь күтіп тұрамыз телеграфта да. Азыр дүнияның қалеген жерімен сөйлесеміз, жетіскен заман, соның үшін шүкіршілік етуді ұмытпайық. Действительно, деп атыс па ішіңізден. Сондай кәпілер ғой. Шамалап тұрса. Құласы бүгінгі концертке уақыт тауып келдіңіз. Билет таппаған кеме қалалар бар. Мына жерде мысалы сондай кеме қалуға да болады. Тойға ба, бірақ сіздер көрейік деп келіп отырсыз. Рахмет сіздерге. Соның үшін мінеттарман. Арнап келіп отқанлар бар. Жұмыстан ертелеу, енесіне қайнапасының алдында балама қарап тұр деп бір өмір қарыздар болып келіп отқанларым бар шығар ішінде әйтеуір. Метанның очеретіндегілер біраз сәлем айтып қоясыз келе алмай қалғандарға. Құласы бүгінгі концертті шөкілмес түрге жәрдем берген барлық сол жамаатке Қарақалпақстан көркемөнер сарай аналар қайтып жүріп, кейін одан кейін қиямет әзілдер айтып беремін, жақсы ма дейді ғой. Қарақалпақстан көркемөнер сарай жамаатіне осының бәрін шөкілмес сарап отқан Икрам Абдыкаликовқа бір қошемет шапалақтарыңыз керек. Және де қаламгерлеріміз 10-53 атын айтқанның өзіне 53 деп чөтке қойған негіз бар ғой. Біздің ауылдың жігіттеріне ұнайтын цифр ғой негізі. 10-50, оқтай, 10-53 дегенде. 53 нешесі, 53 неше 10 дегенде. Қаласы айтыр, метан заправкадан босап атқалар болса такси тауып береміз деп атыр 10-53. Панорама Vision Шымбайдан келіп отыр, мен өзім Шымбайский оны рахмет. Басқа ешкімге сенбесіздерге. Багама, Мирсантехника және де Новострой дүканларына барсаңыз шегірме менен арнаулы сіздерге өз қызметтерін ұсынады, құрылыс материалдары. Құласы келіп отқан. Егер тәмме келмей қанда мен не қыламын деп ендігі сеанс күтетін шығармын. Соның үшін ең бастысы бүгінгі концертке уақыт ажыратып келген әркім өзінің құрметіне бір шапалақ ұрсын, мен көрейінші қайтып ұрады деген. Өзің құрметіңе десе басқаша болады ya